Ассалаумағалейкум, қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Қостанайда 7 адам қираған үйдің астында қалып қойды. Бір адам өлі табылды. Іздестіру құтқару жұмысында үйінің астынан 2 адам құтқарылды, тағы біреуі өлі күйінде табылды. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанайда газ жарылуы салдарынан қираған ғимарат туралы ақпарат берді деп хабарлайды айқын.кз. 11 желтоқсан күні сағат 12:39-да Қостанай қаласының Амангелді кентінде газ ауа қоспасының жарылысы салдарынан жүк көлігін жөндеуге арналған бір қабатты ғимараттың қирағаны туралы хабар түсті. Куәгерлердің айтуынша үйінің астында адамдар болуы мүмкін делінген хабарламада. Іздестіру құтқару жұмыстарында Қостанай облысы ТЖД және жергілікті атқарушы орган күш құралдары жұмылдырылған. Алғашқы медициналық көмекке 12 адам жүгінді. Іздестіру құтқару жұмысында үйінің астынан 2 адам құтқарылды, тағы біреуі өлі күйінде табылды. Оның аты-жөні анықталып жатыр. Іздеу жалғасуда. Ақпарат түсуіне қарай тағы толықтырылады дейді министрлік. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңызға гүл бітсін.